Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ашытылған қамырмен түйілген мантының дайындалу әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін асықпай көріңіздер. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Біз алдымен жылы суға қант пен ашытқыны салып, араластырып, ашытқымыз көбіктеніп сәл көтерілгенше күтеміз. Сосын оны дайындап алған ұнға құйып, жылы суменен қамыр илейміз. Қамырымызды жұмсақ қылып илейміз да, оны жақсылап орап, әбден ашып көтерілгенге дейін жылы жерге қойып қоямыз. Бұл тағамға керек заттардың бәрін мен үйдегі адам санына қарай көз мөлшермен алдым. Қамырымыз ашып көтерілем дегенше, біз мантының ішіндегі салмасын дайындай береміз. Ол үшін бізге пияз, қырыққабат, ет және дәмдеуіштер керек болады. Бұл жерде қырыққабат міндетті емес, қалауыңызша басқа да көкөністерді қоса беруіңізге болады. Осы заттардың бәрін ұсақтап, жақсылап турап аламыз. Етті қолмен турағыңыз келмесе, дайын фарш қолдануыңызға болады. Бірақ меніңше фаршпен салыстырғанда қолмен туралған ет дәмдірек сияқты. Бәрін турап болғаннан кейін қолымызбен араластырамыз. Сосын дәмдеуіштерімізді қосамыз. Егер етіңіз қатты майлы болмаса, онда бірер қасық сұйық май құюыңызға болады, салмасы құрғақ болып қалмас үшін. Осылай тұзды дәмдеуіштердің бәрін салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қамырымызда әбден көтеріліп дайын болған сияқты. Енді осы ашыған қамырымыздың ішіндегі көпіршіктерін шығару үшін тақтайға жақсылап басып илейміз. Осылай көбірек басып әбден илесек, мантымыздың сырты үлпілдеген жұмсақ болып, әдемі болып піседі. Осы иленіп дайын болған қамырымызды осылай жіңішкелеп аламыз. Сосын оны тағы да ұсақ бөліктерге бөлеміз. Енді осы бөліктерімізді ұнға аунатып, формасын дұрыстап аламыз да, оқтауменен жаймалаймыз. Осылай шеттерін жұқа, ортасын қалыңдау етіп, диаметрі 10-12 см болатындай дөңгелектеп жаймалап аламыз. Енді осы дөңгелек жаймамызды осылай ұстаймыз, алақанымыз сәл шұңқырлау етіп,
Сосын ішіне салмасын саламыз. Енді сұқ саусағымызбен баспармағымызға қарай жинаймыз. Баспармақпен алдыға қарай жылжытып отырамыз. Ал келесі қолымыздың баспармағымен ішіндегі салмасын сыртына шығып кетпес үшін ішке қарай итеріп отырамыз. Осылайша бәрін бүктеп, жинап түйіп шығамыз. Мантыларды пісіретін ыдысқа саларда сәл аралық тастауымыз керек. Өте жиі салмаймыз, өйткені ол тағы да көтеріліп ашиды, сол кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ыдыстың астын міндетті түрде майлап аламыз. Осылайша бәрін түйіп, қасқанымызға салып болғаннан кейін бетін орамалмен жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ол аралықта суды қайнатып аламыз. Су әбден қайнағаннан кейін жаңағы көтерілуге қойып қойған мантыларымызды буға 35 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей мантымызда әдемі болып көтеріліп, пісіп дайын болды. Енді оны ыдысымызға салып, қонақтарымызға ұсына беруімізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Тағам ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.